Енді халыққа қызмет ету жай ұран емес. Қазақстанда мемлекеттік қызмет жаңа дәуірге қадам басуда. Президент Тоқаевтың тапсырмасы бойынша бұл салада үлкен өзгерістер жүріп жатыр. Енді басты мақсат ашық, әділ, заманауи және халыққа жақын қызмет көрсету. Қызметке тек ішкі кадрлар емес, жеке сектордан да мықты мамандар тартылып жатыр. Жоғары оқу орнын үздік бітірген түлектер кейбір ауылдық қызметтерге конкурстан тыс қабылданып жатыр. HR жүйесі жаңарып, қызметкерлерге қойылатын талаптар заманға сай қайта қаралды. Жаңа заң жобасына сай мемлекеттік қызметшілер адал, ашық, қоғамға пайдалы, халықпен жұмыс істей білетін болу керек. Яғни бұрынғыдай жоғары жақ не дейді емес, енді халыққа қалай көмектесем деген ой бірінші тұрады. Президент жанындағы мемлекеттік басқару академиясы енді тек қағазбен емес, заманауи басқару, цифрлық технологиялар, үлкен деректер сияқты бағыттарда оқытады. 2025 жылы сандық басқару деген жаңа магистратура ашылады. Тоқаевтың бастамасымен қолға алынған бұл реформалар мемлекеттік қызметті жаңа деңгейге шығарады. Енді бұл салада форма емес, мазмұн, бұйрық емес, нәтиже, ал қағаз емес, адам маңызды болмақ.